Өзінің есімін Гиннес рекордтар кітабына енгізген және де өзінің спорттық мансабын Теміртауда бастаған спортшы туралы білесіздер ме? Біз 67 келіге дейін салмақ дәрежесінде пауэрлифтингтен бірнеше рет дүркін абсолюттік чемпион болған Алексей Сивакон туралы айтып отырмыз. Алексей алғашқы жеңіске 1990 жылы КСР кубогының алтынны алады. Және де Алексей тәуелсіз Қазақстанның туын алғашқы рет көтеріп, Үндістандағы Азия чемпионаттарында алтын медальға ие болды. Теміртаулық спортшы 23 рет халықаралық жарыстарды алтын алды, және де 30 әлемдік рекордтарды басып озды. Алексей өз салмағынан әлдеқайда көп салмақ көтерген алғашқы спортшы. Оның салмағы 67 келі және де ол 830 келі көтерді. Және бұл оқиға Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. 20 ғасырдың ең үздік пауэрлифтері деп атанған өзіміздің жерлесіміз Алексей Сивакон бүгінгі күнге дейін әлемдегі ең мықты адам болып саналады.